Баршаңызға сәлем. Менің атым Азамат, және де бүгін мен сізге Қазақстан туралы қысқалы және нұсқалы фактілерді айтамын. Біз бастаймыз. 1 қаңтар 2017 жылғы көрсеткіштер бойынша халықтың саны 17.945.300 адам құрайды. Бұл әлем бойынша 63-ші орын. Қазақстанда 1 шаршы километрге 6 адамнан келеді, ал Сингапурда 7437 адам. Қазақстанда шамамен 130 ұлт өкілі бар. Қазақстанда 3,5 миллионға жуық жеңіл автокөлік бар. Қазақстанда орыс тілінде 88, қазақ тілінде 83, ал аралас болып 32 газет шығарылады. Қазақстанның территориясына 5 Франция, немесе 3 Түркия, немесе 7 Жапония сыйып кетер еді. Тәуелсіздік алғалы бері Қазақстанға шетелдік $150 миллиард инвестиция құйылған. Қазақстан ТМД елдерінің арасында 2000 жылда бірінші болып халықаралық пұл қорының барлық қарызынан құтылған. Қазақстан мен Ресей арасындағы шекара әлемдегі құрлықпен өтетін ең ұзын шекара болып табылады. Оның ұзындығы 7512 километр. Жылқылар алғашқы мәрте қазіргі Қазақстанның аумағында қолға үйретілді. Қазақстан тюльпан мен алманың отаны болып саналады. Екібастұздық ГРЭС-2 электростанциясының мұржасы әлемдегі ең биік болып саналады. Оның ұзындығы 420 метр, және де ол әлемдік Гиннес кітабына енгізілген. Медеу әлемдегі ең биік орналасқан мұз айдыны. Қазақстан табиғат қорларымен ең бай мемлекеттердің бірі. Менделеев кестесіндегі 105 элементтің 99-ы бар. Мұнай өндіруінде Қазақстан 8-ші орын алады. Болжам бойынша оның жалпы көлемі 12-17 миллиард тоннаға жетеді. Қазақстанда шамамен жалпы уранның 5-тен 1 бөлігі бар. Оның өндіруден бірінші орын аламыз. Астық экспортынан Қазақстан лидерлердің бірі. Қазақстан жылына 40 елге астық экспорттайды. Шай ішуден Қазақстан алғашқы орындарда келеді. Жылына әр адам басына 1,12 килограмм, а Үндістанда небәрі 650 грамм шай тұтынылады. Байқоңыр космодромы әлемдегі ең үлкен әрі ең тығыз графикті космодром. Ал сізбен бірге болған Азамат. Біздің каналға тіркеліңіздер, лайк қойыңыздар, және де пікірлерді жазыңыз. Сау болыңыз!